бір жылы мына сыныпта балдар бейміз кірсе беймаза болып кететін. Ана бәрі суреттер салынып бүйтіп кейін мен ары ойлап бері ойлап қалай. Бір күні ерте тұрдым да үйден адыраспан алып шығып, балдар жоқ кезде осы бөлмен адыраспандан қазақтың алас деп бар ма? Сөйтсем аяқта ана бір техникалық қызметкер өзге ұлтымен ты че, не пожар қыласың, доғар оның деп айқайлайды, потом поймите, потом объясни деп оған ақталып атым. Мынақа не кеткен, соның әсері ма, кейін сол басылды сол балдардың несі бар. Ja білетін дұғамды мына бұрышқа отыра салып оқып те адыраспан тұтып бар ма? Кейде бізде әлгі ана дәстүрлі педагогикадан тыс сондайда нәрселерді қолданатынымыз болады, ырым-жырымға бар ма? Жүгінетін кездеріміз болады. Бізде мұғалімде пенде дегеннен шығады ғой. Адам баласы ол деген сияқты. Ол бір қатып қалған робот емес, тек қана сабақты айта беретін. Ода кәдімгі өзінің әлсіздігі бар, өзінің күштілігі бар деген секілді. Мектеп 79 жылы бітірдім ғой. Сөйтіп осындағы пединститутқа тапсырғам тарихқа. Құлап қалдым. Мектепте жақсы оқығанмен вундеркинд болған жоқпын. Сонан құлап қалдым. Енді ауылға барсам, ауылдың жағдай белгілі. Колхоздың қойын бағу керек, немесе трактор айдау керек. Ал мен екеуіне де қырым жоқ, жалпы мына қара жұмысқа деген жалқау тұрмын. Сонып жүрген кезде, құлағаннан кейін әрі-сәрі болып жүрген кезде, Өзбекстанның Жизақ облысы Гагарин деген қалада бір совхоз техникум ашылып деп естідім да, сол совхоз техникумға барып түстім. 3 жыл сөйтіп Өзбекстанның мақтасын тердім. Үйдегі апайың базарға шықты хабар қалап. Кейін бір жылдан кейін мен де базарға шықтым хабар қалап. Алдын жаңағы жұрттар таныстар келсе тығылып бұғып жүрдік. Кейін бір 2-3 айдан кейін мынау ақша үйретеді ғой. Ұят-пият жиып қойып, кәдімгі кірісіп кеттік, білек сыбанып. Мен бала күнінде кітапты көп оқыдым. 6 сыныпта кәдімгі өзіңіз тасарық бар ғой, сол жерде мектептің кітапханасын бәрін тауысып қойған. Үлкен роман, кіші роман демей, кітапханашы қыздар күлаппай сұрайтын, келген жерін ашып сұрайтын, тексеретін, оқымағанымды. Ана Стендаль дегендерді мен 6 сыныпта оқып тастағам, мынада қызыл мен қараны бар ма? Іште сол арман, қырғын, енді сондай бала қараңыз, хабар қалап жүр базарда. Ішімде өкінішті, қалған өмірім сөйтіп өте ма деп. 2002 жылы қарындасым осы мектепте істейді әлі. Сол айтты, мынау не деді, екінші диплом барларға жоғарыдан яндай жылдан жеделдетілген ашылып деді. Ішінде тарихта бар екен, түсіп алсайды. Мақұл деп сөйтіп сырттай бөлімге түстім ғой тарихқа. Сөйтіп 2003-те осында жұмысқа кірдім. Содан бері осы жерде тарих және құқықтанудан сабақ беріп келдім. Алғаш келген кезде қорқыныш қой жаңағы. Мені құтқарған жаңа бала кездегі көп кітап оқыған болды. Сөз көбірек керек қой, жалпы тарих деген неге. Өмір тарих қызы ғой. Ол мен сияқты инженер болған. Не кеңес үкімет құлағанға дейін. Кеңес үкімет құлаған кейін мұғалімдікке ауысқан. Мен 50 жасымда жүргенше келіп орын тапсам, ол да қартайғанда мұғалім болып орын тапқан адам. Өте мектепке істеген кездің бәрі оның елдің көз алдында тартысты, өзінің көзқарасын қалай болмаса солай қорғап дәлелдей аласын. Сол арқасында жай ғана қарапайым мұғалім болғанмен елге белгілі азаматтың бірі болып жүр қазір. Ол өзінің білімінің, азаматтық позициясын мықты ұстағандығының, белсенділігінің арқасы. Мектеп мұғалімдері ең алғаш өз құқықтарын даулай бастаған мемлекеттен мектеп мұғалімдер. Мен мына мектеп бұрын таза орыс мектеп болған. Мен кірген кезде қазақ сыныптары енді ашылып жатқан еді. Сол кезде директордан бастап, 7 орынбасардың 6-ы өзге ұлт, кейін еден жуатындар өзге ұлт, қазақ мұғалімдерге еден жуатындар діңкілдейтін алдар қазақша, орысша білмейді, ауылдан келген көбісі. Мен соларға арат түсетін тұрмын, анау техническаға сен нең бар, мұғалім көрсіп. Мен өзіме діңкілдейтін жаңағылар, мына арттарын жинап кетіндер, мен тура осының ішінде бір той жасағандай бірдеме діңкілдейтін тұрмын. Сөйтіп жүріп, мынау басшылармен ара қатынасымыз күрделене бастады. Бір күні бір мұғалімді
совхоз яки уволи деп тұрған естіп қалдым, түсінесіп қалдым. Қаным қайнап кетті, сен қандай қатысың бар дедім. Педагогика тәрбие жұмысына. Сен кімсің сен? О, елін сүртетін шүберекпен шұбавырға еге бол, енді көрмейтін болайын деп. Содан ол әңгіме директорға жеткен. Ол бұрынғы директордың құр болса бірдемесі. Сонымен жағдайымыз шиеленсе берді. Сөйтіп 2011 жылы ашық соғысқа шықтым. Әр петкеңесе мен мінезім талқыланады. Жаңағы мені сақтап қалған балалар. Олар мені мектептен құртқысы келді сөзін ашығы. Үйіме телефонмен звондап, интернетте шығып отырған әртүрлі нәрселерді жазып, ең ақырында жүргенім шыдамай, ауруханаға түстім. Кейін мен қайтпайтынымды білген соң, директорға айттым, менде бірақ амал қалды дедім, мен арыз жазамайым дедім. Сіздің ұрлайтыныңызды білем, бірақ менің проблемам, мен ақша санай алмаймын, қалай ұрлайтынымды білмеймін. Менде жалғыз амал бар, үйде пәлен жылда грамоталар бар, оқушыларым, соны әкелемін де үзілісте алаңды есіктің алдында өртеймін. Балалар терезеден қарап тұрсын, журналистер шақырамын, сөйтіп басым. Сөйтті де ол кісі жылап еңіреп, кешірім сұрады, мен сізді әшейін интриган екен десем, сіз идеян екенсіз деп. Бір жыл пенсияға кетуім қалды. Сізге енді ешкім тиіспейді. Құдайым беріп қалды. Одан кейін ешкім маған тиіспейтін болды. Сөйтіп жүрген кезде біздің де сыртымыздан бақылап жүретіндер бар екен. Бір арнайы қызметтің жігіттері келді. Сөйтіп бір сағат айландырды, біраз директорды соттатпасақ болмайды, жемқорлық келмейді. Қойыңдар жігіттер. Қазақстанда 2000 директорды соттатсаң да өзгермейді. Заңды өзгерту керек. Айландырмағасын телефон қағаздың шетіне, газеттің шетіне телефонды сықпет, ойлансаңыз не аласыз деп, ұзмандарсыз деп. Құрсын дедім, олар кеткен кейін жырт бақтырып бердім. Ашу үстінде бір күні біреудің болса біреуді сатып жібермеймін. Пендемін ғой, өзім мінезім білем, тым әлгі эмоционалым бар. Біреуің ашуланған кезде шынында майдалап жыртып қоқысқа тастап жібердім. Мұғалім мәртебесі заңның қабылдануына бірден бір себепші болған азаматтарымыздың бірі. Және сол заңның қабылданарда айлап Астанада жатып, министрлікпен бірге сол заңның кем-кетік тұстарын бәрін зерделеп, сол бір ай бойы Астанада болып, осы заң қабылданып қайтқан азаматтарымыздың бірі. Ол заңымызды пайдаланып қазір осы Қазақстанның мұғалімдері не бір еркін тынысталуына бір септігі тиді деп ойлаймын. Одан кейінгі тағы да бір соңғы кездері қазір міне көтеріп жүрген жаңа ойларының бірі, ол ұстаздар қауымы мынау партияда болмау керек деген тағы да ой айтып жүр. Оны да қолдайтын нәрсе. Өйткені ұстаз тек ұстаздық қызметпен айналысу керек та, ол саясаттан тыс болу керек деген үлкен сондай бір ой айтып жүр. Оны қазір жан-жақты сараланып жатыр, әр жерлерде талқыланып жатыр. Мүмкін, егер сондай нәрсе дұрыс деп шешетін болса, министрлік бұндай да күнге жетеміз деген ойымыз бар. Бір күні Абай KZ сайтын ашып қалсам, мамырдың 15-теріне Айман Сағидулланың мақаласы жатыр екен. Бір айдай болыпты. Сөйтіп қарасам, анау қыз жаңағы жылап, еңіреп жүрген жазып, жаңағы сәуір айында мұғалімдер көшесі суаруға шыққан, сабақ жайына қалған. Мен бұл қалай деп тұрып, жаңағы Фейсбукқа сүйреп алып шықтым жаңағы мақаланы. Содан енді қолым жеңіл ма, мен арғай басталды. Жаңағы бұл масқара, бұл сұмдық, анау мынау деген білесіз ғой, желінің психологиясы. Сонымен біраз жігіттермен таныстық. Қазір Алматыда, Астанада мектеп директоры Аятжан Ахметжан, ол кезде жай мұғалім еді. Ол бар Тарбағатайдан Мейіржан Темірбек, неден Алматыдан Сұлтан Сүлейіп деген жігіттер. Президентке неден 16 маусым күні 2015-те Сарынжепке ашық хат жаздым. Оған Фейсбуктен Бак-KZ дегенде блогым бар еді. Сол жерде ашық хат жазып, оған 4 талап қойдым. Ең алдымен мұғалімдерді құлдықтан құтқару үшін білім басқармаларын тікелей министрлікке бағындыру. Сөйтіп 4 талап қойғам. Сөйтсем бір күні біреу телефон шалады, қарасам, таныс дауыс, қаяқтан естідім деп. Сөйтсем Мұхтар Шахановтың ойда қалды.
ойбай мен телефон қаяқтан алып деп таптым ғой. Біз министрге хат жазып қол қоясың ба дедім. Алдымен оқып көрейін дедім да. Қол қояйын, не қылсам, кейін қойсам қоямын деп. Сөйтіп жаңағы поштам берсем, жаңағы мен 4 талабымды алып соның ішінде жүр. Көке, ана 4 талап менікі, олар 7 талап қойыпты да. Ана талаптар менікі, пәлен сайтта тұр деп. Қоям әрине дедім, қоям деп. Сөйтіп қол жинадық, оған бүкіл қоғам жақсы атсалысты. 2 ай, 3 ай жаңағы ата-аналар, журналистер, жаңағы ғалымдар. Содан басталды, оны кейін 2016-та жаңағы аталған жігіттер ағартушы деген қозғалыс құрдық, қоғамдық қозғалыс құрдық. Республиканың түкпір-түкпірінен. Олар сөйтіп жаңағы Шымкенттің ең жемқор дейміз ғой, былай қарағанда. Сол мені республикалық қозғалысқа Шымкенттің мен төраға қылды. Енді бұл Шымкентке имиджіне дұрыс па? Дұрыс ондай. Ал қайтесте Шымкент ондай, мұндай деп атады. Сонымен мұғалім мәртебесі туралы заңның бастауында сол ағартушы деген қозғалыстың басында тұрған жігіттер болды. Сонымен жаңа жоғары оқу орнынан ешкім қосыла қоймады бізге. 2019 жылы маған осы жерде бір 3 бас дәрігер келді. Енді шайға шақырды, әңгіме дәрігерлердің де құқығын қорғап беріңізші деп. Оларға жағдайды айттым, енді қорғауға болады дедім. Бірақ сіз араларыңыздан бір сіздердің жұмыстың жай-жапсарын білетін табанды мінезі бір маман беріңіздер дедім. Сонымен, бір өзім сіздерге қалай қорғаған, ұят болады. Мынаны басын тықпайтын жері жоқ деп сөзге қалам, екіншіден білмеймін, бірдемен білдіріп алуы мүмкін. Үшеуі бір-біріне қарап іздейік деп кеткен, қайтып келмеді ғой. Жаңағы жоғары оқу орындарын мұғалімдердің жалақысы аз дегеннен шығады оқытушының. Олар талап етпеді. Содан оларды елей қоймады үкімет. Талап ету керек еді бізбен қосылып. Мынау біз азаматтық қоғам құрудамыз деп айтамыз. Демократиялық қоғамда өмір сүріп жатырмыз деп айтамыз. Бірінші кезекте әрине педагогтардың мәселесін көтеріп жүреді. Жалпы ұстаздардың тек қана мектептегі емес, ол балабақшадағы болсын, жалпы жоғары оқу орнындағы болсын, тек қана Шымкент қаласының емес, жалпы өңірімізде, елімізде болып жатқан бір мәселелер туындап жатқан жағдайда бірінші кезекте сол ұстаздардың құқықтарын қорғауға, сол кісілердің мүддесі үшін, яғни былайша айтқанда, өзінің керемет азаматтық позицияларын Фейсбукке жариялап жатады, пікірін жазып жатады. Мынау Түркістан облыстық білім басқармасының басшысымен біраз мен қаттырақ сынадым. Біраз педагог мәртебесі заң сақталмай жатқан. Тіпті мен айтқаным бола қоймаған екен, мен өзімде министрлігіне төсбелгілерді тапсырам дедім. Себебі Шардара ауданында бір тәрбиешіге қатты қысым болған. Еңбек демалысында кетті дегенмен демалыс ақшасы берілмеген, сөйтіп ауланы тазартып қойған. Ол қарсы шығып Фейсбукқа жазған, одан кейін қысым басталған. Ең ақырында күйеуі звондады, аға деді, әйелімнің құлағынан қан ағып үйде жатыр деді. Жүйкесі тозған. Сол кезде мен шыдамай кеттім де айқайлатып жаздым, министрдің атына жаздым. Егер ана жақта әріптесім құлағынан қан ағып отқан кезде мен мына салдырмақтарын қайтып алып кетіңдерден, өкіліңді жібер дедім. Жаңағы Қазақстан Республикасы білім саласының құрметті қызметкері және Абырай Алтынсарин төсбелгілерім бар. Не қыламын оны дедім. Сол кезде білдім, білім басқармасының басшысын біздің білім және ғылым министрі орнынан аламайды екен. Әкім, тек қана әкім алады. Сол кезде ана Кеңсарықта тұратын бір ағайын бар еді, Ниязымбет деген кісі. Үлкен ақсақал еді, кеудесіне, сақал кеудесіне түскен. Сол кезде үйге кесе болып, жаңағы мен әкемді жетімше деп ағайыннан алыс кеп қалдым деп оңтүстікке бөлек кеткен ғой. Сөйтіп мен келетінде отыратында маған шежіре айтатын. Сен пәленшенің баласың, пәленше түгеншенің баласы деп бармын. Маған тарих содан басталды. Әрбір оқушы, әрбір азамат өзінің туып өскен өлкесінің тарихын ол білу керек деп есептейміз. Ол онымен мақтанады. Сол кішкентай өлкенің
туып өскен жердің тарихын білуден басталады ғой, тарихтың барлығы. Мына өлкетану деген керемет осындай бір оқулық шықты. Бір топ мұғалімдер жұмыс жасады, 4 мұғалім. Мына осының басында қасында Өмірбек Шыныбекұлы ағамыз да болды. Мына алғашқы авторы. Мына 5-7 сыныптарға арналған өлкетану Оңтүстік Қазақстан өңірі, Түркістан облысы мен Шымкент қаласы туралы, тұлғалар туралы, географиясы, табиғаты, жалпы мынау флора, фаунасы да туралы өсімдік жануарлар әлемі толық жазылған керемет кітап болып шыққан, оқулық болып шыққан. Міне осы жөнінде де біраз еңбектер жасап, бұған дейін де өлкетану оқулығы шыққанға дейін де ол кісінің көптеген сондай тарихи материалдарын Фейсбукта жариялап отырады. Маған кімнің қатты ұнайтын тағайдан көп қазаққа жетіспейтін нәрсе, көп қазаққа белсенділік, кітап шығарып жатыр. Өлкетану жайлы. Қай мұғалім өлкетану жайлы тарих істеп жүр? Өз ауылын тынбай мысалға, ол жерде Есім ханның ордасы болғанын айтып жүр, жазып жүр. Біз қазір Түркістан облысы Төле би ауданы Кеңсары ауылының жанында орналасқан Түркілтөбе тарихи кешенінде тұрмыз. Археологтардың пайымдауынша бұл кешен 3 ғасырдың мұрасы. Содан бері жалпы халықаралық түркі академиясының археологы айтты, 3 ғасырдан бері патшалар мекендеген жерде. Мына төменде көріп отырсыздар, өздеріңіз Сайрамсу өзені ағып жатыр. Бұрын бұның суы өте мол болған, сондықтан бір шеті, қамалдың бір шеті кәдімгі табиғи қорған. Өзге жақтардың бәрін терең ор қазып, әлгі қорған істеген. Бұл жерде көптеген жәдігерлер шыққан, құмыралар, көптеген үйлер тұр, келген ғалымдар музейге тапсырамыз деп әкетіп көбісі қолды болып кеткен. Осында ұзақ жыл мұғалім болып қызмет атқарған Қанат Пұлшатаев деген ағамыз осы өткен жылы қайтыс болды. Сол кісінің айтуынша, сол бала кезінде осындан бас сүйек тауып алған екен. Бас сүйек кәдімгі алтын жезбен тігілген дейді. Яғни біздің ата-бабаларымыз кәдімгі медицинадағы трепанация дейді. Бас сүйек трепанация ашып жабуды меңгерген. Мына жердің айналасын қазір сәл шұқып қазсаңыз, кәдімгі керамика труба құбырлар табуға болады. Мұралар өте көп, өте көп. Осында мен бір үйден де тұр, ол бермейді құмыралар. Соны тауып алып, соның суреттерін әдемілеп шығарып алып, Падушкин деген атақты археолог іздеп тауып көрсетіп, ол Қаңлы дәуірінің мұрасы деді. Ол Қаңлы дәуірі біздің заманымыздың 2 ғасыр шамасында дәуірлеген осындай не болған. Ал енді ол ар жағы, бер жағы бұл жерде 17 ғасырда Есім хан, қазақтың қаны Есім хан мекендеген. Естеріңізде болса, ол Моғолстан жағына жорыққа кеткен кезде Түркістандағы астананы оның туысы Тұрсын Сұлтан басып алып қояды. Сол кезде Есім ханның бала-шағасы осында қашып паналайды. Мына тауда үңгірлер көп, сол үңгір деген қорған тас деген үлкен құз бар, сода үңгірлер көп. Сол үңгірлерді мекендеген екен. Ал енді одан да көптеген кітаптар жазылған, Бекасыл үкімнің Қазан қатын жырларында 9 адамға сілтеме жасайды да, жырларында өткен тарихтың бәрін жазып кеткен Есім ханнан бастап. Сонда 9 адамға сілтеме жасайды. Қазір ғалымдар қазір сілтеме береді ғой. Сонда ең бірінші Бекасыл әулиені көрсетеді. Бекасыл әулиенің ұрпақтары тура осы жерді мекендеді ғой. 20-шы жылдарында кеңес үкіметі орнап, Қожа Молдаға қырық айдайтын кезде Бекасыл бабамыздың ұрпақтары жаңағы нені киізге орап, сандықтармен бір таудағы үңгірлердің біреуіне тыққан екен. Кейін аламыз деп. Кейін ашаршылық басталып, балапан басына тұрымтай тұсына кеткен кейін, ана үңгір адасып қалады. Сол мұра табылмай отыр. Бірақ енді мен ойлаймын, ондай қазына жоғалып кетуі мүмкін емес. Мүмкін біз түсінбегендіктен ол кітапта табылмай жатқан шығар. Бір түсінетін ұрпақ келген кезде табылып қалатын шығар. 60-шы жылдар бір тауда қой бағып жүрген колхоздың шопаны ауылға алақайлап жетіп кетті. Бір жоғалған қойларын іздеп жүрем. Бір үңгірдің ішінен көрдім сандықтарды деп тастың астынан. Сөйтіп ауылдың адамдарын ертіп барса жаңағы үңгірді таппай қойған.
кешке шейін 2 күн 3 күн іздеген, алдында көрген үңгірді таппай қойған. Сонда ойлаймын, бір киесіз дейміз ба, сондай бірдеме шығар. Қайбір жылдары мына үйлер түсе бастаған екен. Мен айқайласып жүріп әйтеуір тоқтаттық үйлерді. Себебі бұл әлгі болашаққа керек нәрсе. Мұның астында талай біз тарих жатыр. Өздеріңіз білесіз, біз тарихымызды Қытай архивтерінен, Иран, Араб, Европа архивтерінен тауып келіп жатырмыз. Тура осының астында да талай құпия жатыр. Өкінішке орай біздің өзіміздің қалай тоң мойындығымыз дей ма, жалқаулығымыз дейміз ба, сол мұрша бермей жүр. Осыны қолға алатын бір ұрпақ келетін шығар деп үмітім бар. Бұл біздің тұрған төбе Сайрамсу өзеніне, Балдыберек өзеніне кеп құйып жатқан тұмсық. Бұл жердің тарихи маңызы неде деп айтсақ, бұл Балдыберек өзенінің жаңағы оң жағында Саңлақ жазығы солып жатыр. 20 шақырымға, ұзындығы 20 шақырым, көлденеңі 8-9 шақырым. Бұл жер жаңағы Қатаған қырғынының бас Есім хан мен Тұрсын хан арасындағы соғыстың бас шайқасы, Қатаған қырғынының бас шайқасы осыны өткен. Оған дәлелдер жаңағы Саңлақ жазығы басылатын жерде қазір Жамбыл ауылы деген, Майлақ ауылы деген бар. Соның қасында Даңғыра шалт деген. Ол Даңғыра шалтта жаңағы Қазанға Байболды айтады, Есім хан өзінің әскеріне жаңағы сырнай шалып белгі берді дейді. Мына Сайрамсудың арғы шетінде мына жерде екпінді арғы Тасарық деген ауыл бар. Сол жерде кімнің әлгі Тұрсын ханның ставкасы болған. Жаңа өзіңіздеріңіз көрдіңіздер, жаңа Есім ханның қайда отырғанын көрдіңіздер. Бұл жердің маңызы сонда. Қазір енді менің кейінгі жылдардағы арманым не болды? Жаңағы қан билерімізге тек қана үлкен қалаларда емес, осындай үлкен жол бойларында да қойылу керек деп ойлаймын. Мысалы, мен арманым тура осы жерде Есім хан және бірнеше би батырларды бар. Қазақ хандығын сақтап қалды, солардың бір мемориал комплекс жасасақ дейміз. Бұл жерде ары қарай бұның екі үлкен жолдың бойында жатыр. Енді әруақ сыйлаған қазақпыз ғой, жаңағы үлкен кісілер дұға оқып өтеді, жастар қазір селфи істейді деген секілді. Ар жағында мына тұмсықта керемет саябақ істеуге болады. Өткен жылдан бері мен Қазақстанда жалғыз мұғалім қала әкімінің штаттан тыс кеңесшісімін. Бірақ оның алдында маған ана қызметті берді, мына қызметті берді. Мен оның бәрінен бас тарттым. Болмағаны кейін кеңесші болыңыз деп еді, онда да штаттан тыс болайын дедім. Жалақылардың керегі жоқ дедім. Мені содан кейін маған сөйтіп штаттан тыс кеңесші білім саласы бойынша араласып. Олар да білген шығар, мен тыныш отыра алмайтынымды, тыныш жүре алмайтынымды. Оларға айттым, қызмет конторда отыра алмаймын мен, сыймаймын. Мен себебі қамтитын тек қана білім саласы емес, ана жерге де тұмсығымды тығамын, мына жерге де тұмсығымды тығамын. Жаратылысым сондай шығар енді. Мен георгий лентасымен күресім үшін бітті. Өзім үйдегі апайыңа базардан көк лента сатырып аламын да, үйде қырқып, әлмек сатып аламыз, сөйтіп көшеде жүріп тарататын 9 мамырдың алдында болады жол. Сөйтіп мақала жаздым, үйттім. Сонымен жыл сайын сол 2012 интернет, фейсбукта 2012-де үйрендім. Бізде қызық компаниясы 9 мамыр күні кешке болды ол әңгіме бітеді. Георгий лентасы туралы әңгіме тиылады болды. Көшеде де, басқа жақта да болды. Сөйтіп 2015 жылы Асқар Мырзахметовті мәжбүрледік. Берік Уәли осы жерде не еді ғой? Ішкі саясаттың бастығы еді. Сол біразын тапсырыс беріп жасатып, Асқар Мырзахметов 9 мамырда парадта көк лента тағып шықты. 2006-та жағы участок сатып компьютер алдық балдарға, сөйтіп танк ойнап балдармен мен де сөйтіп әйтеу үйрендім ғой, бірдеме жоқ. Кейін мен әйелімнің туған ағасының баласы рак ауруы болды аяқтан. Сөйтіп бірінші тобықтан кесті, екінші тізеден кесті, 90 жылғы бала еді. Мен кіші баламмен дос еді, үйге жиі келетін. Сөйтіп соның өмірмен қоштасып қалып жатқан кезінде бір жеңілдеткім келді, газеттен оқимыз, интернет арқылы жәрдем береді бірдеме үшін. Соны шұқылап үйренім дегенше ана бала қайтыс болып кетті. Бұны интернет деген соған бұла неғылды. Кейінірек 2009-да әлгі білім министрлігі заң шығарды, ереже шығарды, жаңағы компьютерлік сауаттылық деп. Сөйтіп не бұл кезде алдында ана бала үшін 2008-де Майылбұрға тіркелгем. 2002-де қазір Нұржан Сәдірбекұлы деген желі қолданушы бар, тарихшы ол. Алматыдан хабарласып тұратын.
жұрттың бәрі сол жақта отыр, қазақтар сол жақта ой соғысып жатыр, сол жаққа тіркеліңіз деп сол үйретті. Сол 2012-ден бастап енді алғашқы кіріп шығып жүрді. Кейін қазір өміріміздің бір бөлшегіне айланды ғой. Кейінірек жаңағы өзімнің шығарған мәтелсімағым бар. Ғаламтор терең тұңғиық мұхит, ішінен маржанды табуға болады, сайтанды табуға болады деген. Әркім өзі деген. Бұның күшін білсеңіз, білген адам көп нәрсе жалпы қоғам ішінде. Енді біреулер пайда тауып жатыр ғой, қорықты бір ақша тауып жатыр. Енді Диван Батырлар, мен де былай қарағанда Диван Батырға қосуға болады. Егер мен басқа жерде айтпасам, үлкен орталарда айтпасам, мәселен бар ма да, тек қана осы жерде жазып алып, тығылып жата берсем бар ма, фейк атпен бірдеңемен бар ма, Диван Батыр сондай. Немесе өзінің белгілі бір пиғылын өткізу үшін жаңағы кейде байқайсыз. Біраздан кейін мен өрт мақала, өрт пост шығарамын деп қояды да біреулер, журналистер әсеге. Оның артында өрт не екенін білемін, мысалы бармада. Ол бір жерге барды, бастығымен келісамады, жаңағы алатын аламады, сөйтті, соған уже атака. Ол біліп отыр, кімнің кеп кеткенін жаңағы бастық бар ма? Мына біле соқ, ол бопсалау кәдімгі, таза бопсалау. Кейін байқайсыз кейде, әсіресе журналистер. Біраздан кейін мен бір өрт мақала шығарамын деп, пост шығарамын деп отыр. Мен енді желінің психологиясын неғып қалдық қой. Біраздан кейін бермесе бірдеме шығады. Ал егер іштеме шықмаса, алатынын алыпты ғой деп отырамыз, мектен палашып бар ма? Ең алғаш неде оңтүстік Қазақстан әкімдігі ол кезде Бүркөлікте блогерлер жинап жатырмыз деді. Сізде барыңыз, жақсы демалып қайтасыз деді. Енді менде өрде каналдарым бар, оқушыларым бар, солар арқылы естім. Мені сол жерде оңтүстік Қазақстан блогерлер ассоциациясы дегенді құрып, соған мен төраға қоймақшы екен. Ол деген енді мен қол аяғымды байлау ғой. Мен оның есінде бармай қалдым. Одан кейін бір жиынға шақырды. Сол жиында біраз журналистер, блогерлер келген екен. Мен айттым, маған сендер төлеуге ақшаларың жетпейді. Мен аз ба көп па айлық алып сол жетеді дедім. Сендер төлей алмайсыңдар. Себебі мен сендерді жаза алмаймын. Сөйтіп ондайға мен көнбедім. Одан кейін үлкен соғыстарға, біреулерді қорғауға бір компаниялар не отыр. Оларға араластырғысы келгендер болды. Мен маған араласпай, үлкен ақша, мен мысалы мұғалім түсінде көретін ақшалар ұсынғандар болды. Жоқ дедім, мен ондай жерге араласпаймын. Әлеуметтік желіде көп мәселеге көңіл аударады. Негізі Ленин сөз бар. Мемлекеттің ісінде майда шүйде деген болмайды деген. Сол сияқты өмірде жүрген өзім менің атақты әйгілі болған Қазақстанға 14-ші маршрут таксиінен бастап бар нәрсе үйдің айналасындағы жол, су бәрін қарап, дабыл қағып, тыныштық жақпайтын жұрттың бәрін өз сияқты мазасыз шай қарап өте соңбайтын айналдырып жүрген мына заманның белді оқиға. Ал қай заманда менің өзім шығарған бір мақалым бар. Орысша, қазақша адам болам десең активный бол деген. Немесе бақытты болам десең белсенді бол деген. Сол белсенділігі. 2017 жылы осында келіп көшіп келдім осы аулаға. Мына жер тақыр жер еді. Бір 2-3 бір сырғанақ тұрды. Тот басып кеткен, баяғы кеңес заманынан қалған секілді. Үзіліп қалған әлгі әткеншектер тұрды. Асфальт мүлдем сіңіп кеткен екен. Ол суретін әлеуметтік желіге қойдым, әкімдерге жібердім. Енді интернет тұр ғой, поста тұр. Сол жылы мен мамыр айында көшіп келдім. 16 желтоқсанда мына жерде жиналыс қылып, әкім, сол қазір әкім аппараттың бастығы қалалық Мәуленқұл соқысы ашып берді мына жерді. Мен қатты айтқаным үшін кешеніп сұрадым. Мен қаттырақ айтқан кездерім болған әкімге, мына Қаратау әкімінің әкімі еді ол кезде. Мына жақын жер ғой. Барып қаттырақ айтқан кезім болған еді, жай айтқан кезім бар еді. Мынау ашылған кезде кешеніп сұрадым, қатты айтқан кезімнен әкімнен рахметімді айттым. Түрім суық болғанмен балажан адам. Үйдегі балаларыма да қатты шектен шығып кетпейтін деп постау ұстадым. Онда да бірақ постау болғанда бір ұзынарқа кең тұсау емес, белгілі бір деңгейге шейін. Ал өзінің қойып қойған әлгі шеңберінен шығып баратса, тоқтата алатын әлгі қалай қуатым бар деп айтайын. Балалар ең таза орта бала ғой. Мына балалардың ортасы бар. Мен үлкендермен тіл тапсырмаймын, сөзін ашық бар.
жалпы мына мұғалім адам жаяу жүруден кенде емес қой. Жалпы өз басым сабақ түсіндіріп отқан кезде отыра алмаймын. Күніне мысалы 6 сабақ өтсек, әр сабақ 45 минут санай беріңіз, қанша километр жүретінімізді. Ал енді одан бос кездері мен жаңағы өзімнің сайрам суын, қасқа суын тауларды аралап кететінім бар. Сенбі, жексенбі күндер. Былтыр мынау әлгі карантин енгізілді, тауларға блокпосттар қойылды. Сол кезде балалар, ұлдар осыны әперді маған да. Бұрын машина әпергісі келмейді, мен машинаға құмар емеспін. Ондайға бала кезімде. Сол былтырдан бері осыны ермек қылып жатырмын. Алғаш кезде, бала кезден кейін бұған кім мініпті. Аяқ шығып қалған екен, кейін үйрене бастадық. Енді қазір күніне кей күндері 30 километрге шейін жүремін. Енді іште бір арман пайда болды. Келесі жылы бір Түркістанға шейін барып қайтсам деген.